Бүгіннен бастап қарыз оразаны тұтсам бола ма деген сұрақтар келіп жатыр екен. Айтта. Мысалы, кеше айттың бірінші күні болды, бүгін айттың екінші күні. Бүгіннен бастап тұта берсеңіз болады. Бірақ үйде қонақтар келіп жатса айттап, немесе айттап сіз біреудің үйіне барып жатсаңыз, қонақтарға ол кезде сіз менің қарыз оразамды тұтып жатыр едім демейсіз ғой. Сондықтан некрасиво и неловко получится. Сондықтан таңдаусыз де. Мен лично өзім айт 3 күн бітеді ғой. Содан кейін барып Шәуәл айының 6 күндік оразасын тұтамын. Одан кейін барып қарыз оразаны тұтамын. Бірақ Нұрлан имамнан да мен естідім, уағыздарын тыңдаймын. Егер де сіз қарыз оразаны тұтып бастасаңыз, бүгіннен бастап немесе ертең немесе арғы күннен бастап қарыз оразаны тұтып бастасаңыз, ниет қарыз ораза болса, оған Шәуәл айының оразасының сауабы жазылып кетеді. Дұрыс па? Түсіндіре алдым ба? Осыған өте көп сұрақтар келіп жатыр екен. Сондықтан сіз бүгіннен бастап немесе ертеңнен бастап қарыз оразаны тұтуға болады. Егер де жаңағындай болмаса. Ал егер де сіз жұмыста болып қалып, азынан кешке дейін қолыңыз босамай, сіз жұмыста болып қалсаңыз, или үйде ешкім жоқ болып қалса, ол кезде уже тұтыңыз қарыз оразаны. Бірақ оразаны, мысалы, нәпіл ораза, Шәуәл айының оразасы ұстаған кезінде ерлі-зайыптылар, әйелдері күйеуіне бір ауыз айтып қою керек. Жолдасым, отағасы, мен бүгін Шәуәл айының оразасын ұстайын деп едім, немесе бірге ұстайық деп. Себебі бізде шариғатта әйел адамды күйеуі бөлмеме келіп кетші дегенде мен оразамын деп айтуға болмайды да, нәпіл оразаны айтып жатырмын. Бір айлық парыз оразаны айтып жатқан жоқпын, нәпіл оразаны айтып жатырмын. Сондықтан бұл 6 күндік Шәуәл айының оразасы, ол парыз ораза емес қой. Нәпіл ораза болғандықтан сіз өзіңіз білесіз, тұтасыз ба, тұтпайсыз ба, тұтпасаңыз күнә болмайды, тұтсаңыз сауап болады деген сөз. Ал Рамазан айының бір айлық оразасын тұтпасаңыз, ол күнә болады. Өз обалыңыз өзіңізде тұтпасаңыз да, 12 мүшеңіз бола тұра, бүтін бола тұра ораза ұстатмасаңыз. Енді қараңыздар. Демек, жаңағын барын түсіндіріп айтып кеттім. Немесе айттың 3 күні біткеннен кейін барып тұтсаңыздар болады. Ал егер де сіз Шәуәл айының 6 күндік оразасын тұтамын ниет етіп, бірақ қарыз ораза соған жазылып кетеді десеңіздер, ол қате пікір. Қарыз оразамды ниет еттім деп тұтсаңыз, Шәуәл айының 6 күндік оразасының сауабы жазылады. Бірақ лично мен өзім айтайыншы, өзім 6 күндік Шәуәл айының оразасын біткеннен кейін барып қарызды келесі жыл оразаға дейін тұтып тастаймын. Сіздер